Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін бір сарынды тамақтан жалықсаңыздар, өте дәмді кешкі асқа менен сіздерге идея. Ол үшін жаңағы 2 пиала күріш, 2,5 пиала 2 дана пияз, қалауыңызша ет, 1 сәбіз және 1 банка жүгері, томат қосасыздар. Жаңағы бисмиллах деп табамызды отқа қойып, қыздырып, сұйық май құямыз. Сұйық май кішкене қызды деген сәтте етімізді салып, қызартып қуырып аламыз. Осылай қызарғанша шамалы астыңғы бөлігін араластырып, барлық бөлігін бірдей етіп қызартып қуырып аламыз. Содан соң бетін жауып, кішкене бұқтырамыз. Суы шығып, кішкене баяу отта бұқтырып аламыз. Суы шығып, суы тартылған соң, тағы да 1 пиала или 1 кесе су құясыздар. Сонымен астын баяулатып, 1 жарты сағатқа қойып қоясыздар. 25 минутқа қойып қойсаңыздар да жетеді. Астын басып, одан соң суы тартылған соң, осылай 2 дана туралған пиязды үстінен қосып, тағы да пияз кішкене езілгенше жақсылап қуырып аламыз. Пияз кішкене қызардау деген сәтте сәбізді тез пісу үшін теркадан өткізіп алсаңыздар болады. 1 дана сәбіз кетеді. Осылай тез пісу үшін теркадан өткізілген сәбізді осылай үстінен саламыз. Сәбіз салған соң жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, қызарту үшін, кішкене түс беру үшін томат қосамыз. Томатты 1,5 үлкен қасықпен 1,5 қасық қостым. Және де айта кетейін, менде свежий ет болған соң кішкене тұз салдым, бірақ ол видеода көрінбеген екен. Тұз салып араластырдым. Енді барлығын жақсы араластырып болған соң, қайнап тұрған су құйдым үстінен. Ет бататындай қылып, кішкене соусы көп болатындай қылып, еттің суын кішкене молырақ құя берсеңіздер болады. Осы сәтте табаны қыздырып, шамалы сұйық май құйып, жаңағы 2,5 пиала күріш жуылған күрішті жуып дайындап қоясыздар. Содан кейін жаңағы кішкене май қыздау дегенде күрішті салып, сұйық майға кішкене қуырып аласыздар. Бұл қуырған күріш өте дәмді және де шашыраңқы болып әдемі болып піседі. Содан соң қайнаған су құйдым үстінен. Қайнаған су құйылған соң, жаңағыдай бетіні жауып, кішкене суы тартылды. Суы тартылған соң, мен тағы да шамалы қайнаған су құйдым да, бетін жақсы буланып, тез пісу үшін салафанмен бетін жаптым табанын. Бұл өте жаңағыдай күріштің жақсы пісуіне әсер етеді. Осылай салафанмен жауып, беткі жаңағы крышкасын жауып қоясыздар. Өте дәмді шығады. Бір сарынды тамақтан жалықсаңыз, осыны жасауға кеңес беремін осы тағамды. Жақындарыңызға ұнайды, өте дәмді шығады. Жақындарыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Жаңағы етті соусымызды тоже мен тағы да тұзын дәмдеу үшін салдым. Енді мына жерде піскен соң жақындарымызға ұсынамыз. Мен кесеге осылай домалақ қып орналастырып, тарелкаға төңкеріп, бір жәніне банкадағы жүгеріні салдым, бір жәніне жаңағы етті соусымды салдым.
жаңағыдай сұйық соусымен бірге ұсыныңыздар, себебі ол барлығына жақсы дәм береді. Менің видеомды толық көріп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Описание бөлімінде толық жазып кеттім жасалуын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.